Сәлеметсіңдер ме, балалар? Здравствуйте, дети! Сабақтың тақырыбы тема урока «Жем шашамыз». Сеем корм птицам. Сабақтың мақсаты белгілі тақырыптағы әңгімеге қатысу және сұхбаттасын түсіну, олардың ойын толықтыру. Жаңа сөздер, новые слова. Торғай, воробей, жем шашу, давать корм. Ребята, теперь повторяйте за мной. Енді қайталаймыз бірге. Құстарға жем шашамын. Құстарға жем шашасың. Құстарға жем шашасыз. Құстарға жем шашады. Тыңдалым, мәтінді тыңда. Внимательно слушайте текст. Тырна, қарлығаш, жыл құстары. Журавли и ласточки – птицы года. Олар күзде жылы жаққа ұшып кетеді, ал көктемде қайтады. Осенью они улетают в более теплые места, а весной возвращается. Торғай мен көгершін жылы жаққа ұшпайды. В теплые места не летают воробей и голубь. Олар суыққа төзімді. Они устойчивы к холоду. Адамдар оларға ұя жасайды және жем береді. Люди строят гнезда и кормят их. Төртінші тапсырма, четвертое задание. Суреттерді сөйлеммен сәйкестендір. Соедините предложения с картинками. Например, күз келді, осень пришла. Это у нас первая картинка. Мен қарлығашты жақсы көремін. Я люблю ласточку. И дальше сами продолжайте. Жазылым тапсырмасы. Письменная работа. Пишите в тетради. Екінші тапсырма, второе задание. Мәтіннің мазмұны бойынша сөйлемдерді аяқтап жаз. Дополните предложение в соответствии с содержанием текста. Здесь есть пример. Мысалға қараймыз. Тырналар, қарлығаштар, жыл құстары. Урок окончен. До свидания, ребята. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар, балалар.